Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі дастарханның сәнінен қалмайтын подшуба салатының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті заттарды алдын ала дайындап қоямыз. Ең алдымен селедкамызды майдалап, әдемілеп турап дайындап аламыз. Міне селедкамызды турап алдық. Енді оны тәрелкемізге салып дайындап қоямыз. Біздің салатымыз әдемі болып көрінуі үшін мен кальцияның көмегімен қолданамын. Ең алдымен селедкамызды салып, толықтай жайғастырып шығамыз. Енді оның үстінен майонезімізді салып, оны да толықтай жағып шығамыз. Үккіштен картошкамызды майда етіп өткізіп аламыз. Енді оны селедкамыздың үстіңгі қабатына картошкамызды салып, жайғастырып шығамыз. Үстінен майонезімізді жағып, оны да әдемілеп жағып шығамыз. Енді үккіштен сәбізімізді де майда етіп өткізіп аламыз. Енді оны да үстіңгі қабатына салып, жайғастырып шығамыз. Толықтай бір жеріне әдемілеп жайғастырып шығамыз. Кішкене тұз салдым және майонезімізді салып, жағып аламыз. Енді үккіштен біз жұмыртқамызды өткізіп, оны да майда етіп өткізіп аламыз. Міне жұмыртқамыз дайын. Енді үстіңгі қабатына жұмыртқамызды салып, оны да майонезбен жағып шығамыз. Енді үккіштен қызылшамызды да өткізіп алып, үстіңгі қабатына қызылшамызды салып шығамыз. Оны да теп-тегіс етіп салып шығамыз. Оның үстінен кішкене тұзымызды және майонезімізді салып, жақсылап жағып шығамыз. Міне салаттан кальцияымызды шешіп аламыз. Міне кальцияымызды шешіп алдық, өте әдемі болып шықты. Енді оның үстіңгі бетіне жұмыртқаның сарысын өткізіп, әдемілеп үстіңгі бетін әрлейміз. Міне біздің подшуба салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді әрі столдың сәнінен қалмайтын салаттың бірі. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жан